ата-аналар мен оқушылар, бүгінгі бастауыш білім бастауы атты бастауыш бірлестігінің салтанатты ашылуына қош келдіңіздер. Білімнің сара жолы мектептен басталады, ал білімнің алғаш есігін ашатын кілті бастауыш екені барлығымызға мәлім. Ең алғаш әріпті танып, оқуға, санауға, есептеуге үйреніп, білімге деген құмарлығымызды бастауыштан бастаймыз. Мектебіміз алтын ұя жарқыраған, ұстазың бұлақ көзі жарқыраған, шыңдалып шыңға қарай қанат қақтыр, шарықта жас қыраным, ақ жол саған дей келе, мектеп директоры Жаңа Гүлнұр Аскербекқызына сөз кетіреді. Құрметті оқушылар, бүгін көңіл күйлеріңіз қандай? Өйткені бізде бүгін мерекелік іс-шара. Сіздердің құрметтеріңізге бірінші және екінші сынып оқушыларына арналған. Осы жерде 1 мен 2 ма? Мынау бастауыш білімнің негізі дейді, құрметті оқушылар. Бастауыш сыныпта алған білімдеріңіз сіздерді әрі қарай дамып жетілуіңізге көп септігін тигізеді. Сіз мектеп қабырғасына келгеннен бастап, әрі танып, оқып қана қоймайсыздар, сонымен бірге мәдениетті, тәртіпті, ақылды болып қалыптасасыңдар мектеп қабырғасына. Солай ма? Сіздерді ұстаздар осыған тәрбиелейді. Сондықтан осы апталық арқылы өздеріңіздің сол жинақтаған білімдеріңізді, өнерлеріңізді осы жерде көрсетеді деп ойлаймын. Мына апталықтарыңызды ашық деп жариялаймын. Уа халайық, бәріңе жар салайық, дарындылар елінде, тапқырлардың тілінде, есеп шешіп, жарысып, жұмбақ шешіп, аңдысып, бастауыштар ұжымы есігін сіздерге ашады. Дей келе ортамызға оқып білім үйренеміз. Бірінші сынып оқушы Қалбадияның әнін қарсы алыңыздар. Танисың кереметтің бәрін барлап, бастауыштар сабақтары ең қызықты, әуелеп биіктерге кетсе самғап деп қарсы алыңыздар бірінші А сыныбының тақпақтарын. Қызыл жасыл гүл алып, жақын тарттым жанына, шәкіртім де қуанып, сипатым басына, әліппемді ұсындым, бақытымның осыдан басталғанын түсіндім. Ой, жарайсың. Әр әріпті танып ал, сөйлеп кетсе жаны бар, әліпбидің тұтқасы, әліпбиді біліп ал. Ой салады балаға, әріптердің қатары, кезегімен алғанда сапты түзеп барады. Таңдан güzel bayıldı, ғажап өтер салып,
Мектепте үйренеміз түрлі өнерді, зердемізге тоқимыз төгіп терді. Музыкасы пәнін бәріміз ұнатамыз, таратамыз ғажайып өнерлер деп, бірінші А сыныбының қазақша бейіт қаулаңызды. Әр пәннің өзіне айтар жыры бар. Сол пәндердің құпиясын жеткізген әр ұстаздың жадымызда үні бар. Егеле бірінші Қ сыныбының тақырыптарын қарсы алыңыздар. Бірінші Қ сыныбы. Алсаң ыстық сөзбен қарайды жұрт мұғалім. Менде өзімде әрдайым қамқорым деп оғам. Күліп атқан тадайын зақымсыз сен мұғалім. Елтаңбасы елінен еткен айбат әдемі, түні ұлдай көңілді, ортада аспан әлемі, құт жүрекке шаңырақ, ол арған ол өрден, қанаттан қос арғымақ, екі жақын көргенің. Отан сенің атаның, отан дос бауырың, отан үлкен астанаң, отан одан алың, отан тарих, отан тіл, жасаған еліңе халқың, отан өлім, отан деп көтермеген мұғалім. Қар жапқан шыңдарын, тәкаппар таулары, күн сүйіп күн жалын, жайқалған таулары, аялап таң нұры төгеді шапағын. Осының барлығы туған жер отан. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі, Нұрсұлтан мен Алматы, еліміздің тіреуі, екеуі жердің жанаты, екеуі ердің қанаты. Егіз туған балаңдай, Нұрсұлтан мен Алматы. Ой, жаңайсың. Келесі өнерге көшейік. Орны тұра қаламыз әдем болып. Ойынды сергіп жазып, сергітеді. Мектепте бізде дене шынықтыру тәрбиесі. Салауатты өмірді біз қалаймыз. Спорт деген денсаулық, ол негізде бірінші Б сыныбының оқушысы Әсембек Айшаның Үштандыр Өзбекпен қарсы алыңыздар.
тартысып деп бірінші Д сыныбының оқушыларын таппақтарын қарсы алыңыздар. Бірінші Д класс, келе ғой. Атамнан басталады, әжемнен қосталады, отбасы мыналар, ең жақын адамдар. Әкем мен анам бар, бір туған ағам бар, бір туған апам бар. Бәрін жақсы көремін, еркелей меремін. Текте бебек кезімнен әлдеген емізге, еркелетіп күлізген алғаш апа дезген. Отан сенің атанаң, отан досың бауырым, отан өлкені астана, отан аудан ауылым. Ой, қазақ тілі қазақтың ана тілі, бірақ оған адам аз қасиетті. Қазақ тілі қазақтың дара тілі, кейбіреулер түсінбес қасиетті. Кейбіреулер өстін шұбарлайды. Орыс тілі сіңген ғой санамызға, неге олар тілім деп қуанбайды? Шынымен ақ басқа болып барамыз ба? Бұл менің ұлтты сүйген өздік ойым, өз тілінде керемет ақын ойым. Қасиетті қазақ тілі бауырымды, ол тарих сенің менің абыройым. Ой, тамаша, керек. Құлақтан кіріп қойдылар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі қойсалар, әнді сүйсең мен жесей деп, 4-ші А сыныбының оқушысы Бекмұратова Айсұлу белі жастықша әнін қарсы алды. Еркінді билеп барынша жарыста сірә қалыспайық деп, 2-ші Ә сынып оқушының Серік Ержігіттің ең керемет адамдарым атты әнін қарсы алыңыздар. I'm
қалды білмейміз. Жас қырандай қалмаймыз дейгісі келеді. Келесі үшінші әзімді зеркалдардың әліпбиін жасалды.